Ай жұлдыз емес педің, жайқалған жанарманым, сен менен алыстадың. Ай, жалғас, мен сені таба алмадым, сен менен алыстадың, жайқалған жанарманым. Құрмаш, атам саған не деді? Не деді? Қораны жөндеп қой деді ғой? Жөндейміз. Анау шатырға шатырдың төбесін қағып, шегелеп жөндеп қой деді. Қағамыз. Шегелейміз. Жөндейміз, қағамыз. Ана қорада қара тоқтың сою керек. Сойып тастаймыз. Үйге көмір түсіру керек. Түсіреміз. Қойшы. Айтасың, айтқан сөзің біреу құлағыңа кірмейді, түк түсінбейсің. Түсінеміз. Ұялсам да айтайын. Ұят болмасын, тағы да эфирде. Айгүл, қалайсың е? Не демесеңші, қалай сөз бересің өзің? Қош Айгүл, мені бүгін жаңа көріп тұрсың ба? Қалай бала? Қалайсың? Сен сияқты бұғалтыр болмасақ та жағдайымыз жаман емес. Кете бермеші Айгүл, мені қай бір жетіскеннен бұғалтыр болып жүр дейсің? Мені әкім жіберді сендерге. Биылғы жылдың жер салығын төлемепсіңдер ғой. Жалғас келеді, өзі төлейді. О, сен күйеуің биыл келе ме, ендігі жыл келе ме, оны бір құдайдың өзі білсін. Ой, сәке, қоя салсаңшы, сол ерексін не аласың, ол бәрі саған бере салмайды ғой. Мен ештеңе білмеймін Айгүл. Қазір жоғары көшеге барып келем, соға дейін тауып қой. Айтпесем айыппұл төлейсіңдер. Атам келсін, атама бар ғой, сен айтам мен. Айта бер атаңа. Жер салығын төлемесіңдер, бәрібір тыныштық бермеймін сендерге. Ұят болады ғой бұларың. Ойбай, Мұнау қанша рет айтам бұларға. Кісі болып қапты ғой, бұғалтыр болсаң өзіңе бұғалтырсың. Немене? Ой, Атам келсін, бәрін айтып беремін тұр. Айгүл, сен ұрысқақ болып кеткенсің бе? Неменеге сонша? Енді өзі адамның нервісін. Адам нервісін ойнатады. Қалайсың, Айгүл? Ой, жаман емес. Құдай деп жүріп жатқан әйтеуір. Айгүл, мені құттықтауыңа болады. Бақа, сәлем. Немене? Сәлем, Құмаш. Күйеуің тағы да сырға сыйлады ма? Жоқ, мен мынау біздің жеке шаруашылықтағы капиталистік еңбектің екпіндісі деген атаққа ие болдым ғой. Мәсіған. Құтты болсын. Рахмет. Сенің баяғыдан білетін керемет сауыншы болатыныңа қатты сенетін. Рахмет, Айгүл. Ана енді Сиырбайдың іші күйетін болды. Ойбай, Сиырбайың кім тағы? Ай, маған бұрын қырындап жүрген жылқышы жігіт. Кейін екеуміз ұрысып қалдық та, мен оған қарамай қойдым. Ай, дұрыс болған екен. Енді ол сенің мынау капиталистік еңбектің екпіні болып жатқаныңды естіп іші күйетін болды. Иә, дұрыс айтасың. Айтпақшы, сен жаңағы жылқы бағатын жігіттің жылқы бақса, ат неге Сиырбай? Ана біздің шаруашылықта сиыршылардың бос орын жоқ, сондықтан кейінгі уақытша жаңағы жылқы бағып жүр ғой. Ең бастысы жұмыс қой, бақыт, қалғанды албаса. Иә, дұрыс айтасың. Мен де солай ойлаймын. Жігіт деген не ол? Менің сиырларым аман болса, мен әлі капиталистік еңбегері атағын аламын. Аласың. Денсаулығың болса аласың. Ұсталып бердің бе? Өзіңе сенбе жас ойшыл, тіл өнері дертпен тең. Көңілдің жүгін қиялғып, не қыларсың бойың зең. Өзгеге көңілін тоярсың, өлеңіңді қайтып қоярсың. Оны айтқанда толғанып, іштегі дертті жоярсың. Өз бойыңа сақ бол, жан жағыңа қараңдар. Күн көріп жүр күліп, сенен басқа адамдар. Өз бойыңа сақ бол, жан жағыңа қараңдар. Күн көріп жүр күліп, сенен басқа адамдар. Сенен басқа. Мендей ғарып кез болса, мойын салсын, ойлансын. Қабыл көрсе сөзімді, кім таныса сол алсын. Өз бойыңа
Жақсы Жұмысың бар, Кешке дейін. тамағың бар. Рахмет айналайын. Ай, Жақсы. Құрметті көрермен. Ой, жан, не айтайын дедім? Әй, құрмаш. Міне ақты қонақтар келе жатыр. сәлеметсіз. Сен атаң баласың. Сәлеметсіз. Мәссаған Нұрлан Өнербаев. Құрмаш, чай қойшы. Аласың ба? Үш ай мен қоямыз, сен қоясың ба? Жоғары шыға берекім. Ойбай жаным. Ат көлік аман-есен кетіп қалдыңдар. Өзіңді көре алмай жүредік. Нұрланжан. Мынау әпсаламдыра көріп бізге қиын болып кетті. Анау әлгі Американың бақшорын айтып жатып еді әлі Мұхаммед Әли. Біздің өзіміздің қазақтың әлі ғой. Дұрыс айтасыз. Кезінде енді мынау әлгі бокстан дүрілді өтіп, өзіміздің қазақта бір аспанға шығарып тастап едім. Кейін кезді осы боксты қойып, егін орынмен айналысып жүрсің ба, не болып кетті өзің? Туралы іштен естімейтін болды. Енді аздап, сондай ауыл шаруашылығымен айналысып жүрміз. Боксты қойдың. Қойдым боксты. Енді осындай дәрежеге жеткеннен кейін біздің мақтанышымыз өзіңсің екен. Мынау сияқты біздің немерелеріміз мына қазақтың әлгі қарагөз балаларының бәрін өзіңдей қылып тәрбиелемейсің бе? Ойда бар ғой, бірақ енді оған жағдай керек қой. Оған жағдай керек, соңғы балдарға істеп отқан жағдай аз қазір өкіметтің. Сондықтан оған былай жаңағы дайындалатын жері, соңғы жаңа ақша бөліп, сондай не қылса болады ғой, неге болмасын? Ал енді чай ішіп отырсаңдар, жәкем, чай ішіп. Мына Нұрлан жаным, өзің досы елбасымен жақсы дейді, сол рас па? Не дейді сонда бір табақтан ас жеп бірге тұрып жатыр деп айта ма, қалай деп айтады өзі? Енді бір табақтан ас жеп бірге тұрып жатыр демесе де осы Нұрлан жаңа елбасымен жақсы деп жатады. Соны өз аузынан естіп білейік дейміз енді. Мынау газетке де жазып жатқан сізді. Сол басшылардың жоғары жақтың асабасы екен тойында деген. Сол рас па аға? Ата, мен қазір Астанадамын ғой. Жаңа сіз айтып жатырсыз, көрінбей кеттім деп. Жұмыс сонда, қызмет сонда. Жұрттың айтып жүргені жай әңгіме емес, рас әңгіме шығар. Елбасының қасында соған жақын екен деген. Жақын болатын себебіміз елбасының атындағы президенттік оркестрде жұмыс істеймін. Сондықтан да жақын боламыз. Өйткені президенттік оркестрге енді менімше ойлаймын. Елдің атынан, елбасының атынан елге келген ірілі ұсақты үлкен қонақтар болады. Мемлекет басшылары болады. Соларға біздің еліміздің өнерін таныту, мәдениетін насихаттау, әнін, биін көрсетеміз. Күтіп аламыз, шығарып саламыз. Елбасының атынан жайылған дастарханның үстінде сол қонақтарға жақсы әндеріміз сыйлаймыз. Соны естіп, соны көріп жүрген шығар. Көріп жүргендер болар, елбасының қасында бірге ас ішіп, ән айтып, бірге жүреді екен. Мұны әлгі өзіңді баяғыда, осы әлгі біз мынау қазақ фильмдердің несін көріп отырсақ, Нұрлан Өнербаев деп әлгі несін жасап жатып жүрдім. Аудармас. Аудармас, Одан да даусың жоқ, өзің содан да не қылмай кеттің, әйтеуір осы әншілікке бір жола бет алды ма? Жоқ әлгі актерлікті қойдың ба? Ол енді қалай түсіндірсем екен ата сізге? Мұны сахна біреу ғой. Иә. Мен театрдағы ойнаған сахнам мен қазіргі ән айтып жүрген сахнам біреу. Сахна біреу болатын себебі залға келген көрермен бір сахнадан сол қазақтың бір өнерін көрем деп кіреді. Әнін де сол өнерге кіреді. Спектаклі де, басқа да өнерінің барлық саласы сол үлкен өнерге кіреді ғой. Сондықтан мен сахнаны бөлмеймін. Театрдан кетіп қалдым. Қазір әншілік сахнада жүрмін. Ол театрдың сахнасы бөлек еді, бұл сахна бөлек деп. Сахнаның өзі құдіреті, киесі ерекше сахна. Ол жағын енді сіз естіп, осында келіп жүрген қонақтардың әңгімесінен естіп жүрген боларсыз. Естейміз ғой. Сондықтан маған Айып етпеңіз ата. Бала шағыңыз қанша осы, неше? баяғыда біреу айтты ғой.
жұрттар осы әртүрлі әңгіме айта берсе, қойсаңдаршы, осы менің 3 балам, бір-ақ әйелім бар ғой деп. Үш балаңыз бар ма? Сол айтқандай 3 баламыз бар. Көбейтетін ойыңызда бар ма? Құдайға шүкір. Оны бір Алла өзі біледі. Осы мен қалыңдығым айтады да, үйленейін деп жүрген енді қызым бар еді. Егер сен маған үйленсең дейді, Құдай қаласа үйдегі тірлікті екеуміз бірдей бөліп жасаймыз дейді. Сол еркектің әйелдің тірлігіне қазан ошаққа араласқан дұрыс па өзі? Соны айтыңызшы. Саған ол болашақ келін қазанның астындағы отын көсе, не болмаса қазанның түбіндегі қаспағын қыр демейтін болар. Бірақ менімше отау құрғаннан кейін ата. Шаңырақ көтеріп семья құрған соң, оның ішіндегі бүкіл тірлігі де тәшвіште бірге болу керек. Ол әйелді тек сол қазан ошақтың айналасынан шықпасын деп алмайтын шығар, ер адам. Қалай деп ойлайсыз? Менің ойым дұрыс па ата? Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Нұрлан аға, мен сізге қарап ойланып отырмын да. Мұртыңызды өзіңіз қырасыз ба, жоқ әлде келіншегіңіз қырады ма? Ой, Құдай осындай. Мұрт керемет бұл. Сенің қалжыңмен сұраған сұрағыңа қалжыңмен ақ жауап берейін. Ана үйдегі жеңгең әрбір сүйген сайын өзі күзеліп қала береді. Сөз тапқанға болған жоқ. Кезіндегі осы дүрілді өткен біздің жаңағы әлгі өңкөй спортсмендеріміздің бәрі кейін мынау әлгі осы заманға қарай бәрі жаңағы іріктер дей ма, банды дей ма, сондай болып кетіп жатыр дейді. Сол рас па? Сол жаңағы өмірдің қиыншылығына қарап, сол жаңағы кейбіреулер жүрекетер болып жүр. Кейбіреулері жұмыс істеп жатыр. Енді бәрі рекетер емес. Жұмыс істемеймін дегендер, жеңіл ақша табамын дегендер сол рекетер болып жүр. Болмаса жұмыс істеп, жаңа тренер болып жүрген, жаттықтырушы болып жүрген, жаңағы шаруашылықпен айналысып жүрген жігіттер де көп оның ішінде. Мен осы жайды өзім ойымды айтайыншы ата. Айт, айналайын. Осы мына рекетер деген сөзден шығып отыр. Меніңше, жаңа ағамыздың, Абсалам ағамыздың айтып отқан өзі өмірдің өзі мұқтажынан туады ғой бәрі. Иә. Әлгі қазір не көп, жеке мекеме көп, жеке шаруашылық көп. Жеке болғаннан кейін оны былайғы сұқ көзбен әлгі сұқ қолдардан қорғау керек. Егер өмірде жаңағы қазір енді әркім өзіңнің жаңағы қотырыңды өзің қасы деген әңгіме ғой. Иә. Әркім өзінің тірлігін өзі жасау керек. Егер жігіттер қолының бос кезінде жаңағындай жеке шаруашылықтарға барып, жеке мекемелерге барып, жаңа қорғаныс тірлігін араласып, табыс тауып жатса, оны мысалға сол мекемеге келген былайғы бір жұрт кісі кіре алмай есігінің алдынан жаңағы күзетте тұрған жігіттен маңдайы шағылып қайтып жатса, ол міндетті түрде сол жігітті рекет деп атап кетеді. Сосын тағы да бір мәселе бар. Иә. Мен енді ол жігіттерден естеймін. Мысалға қазір біздің қоғамда алаяқтар өте көп. Иә. Біреуін алдайды. Жалпы осы үлкен ірі қалаларда бірінен бірі қоғамды екіге бөлуге болады екен. Біреуі қарыз бергендермен, екіншісі қарызын қайтармай жүргендер. Мінекей осындай өзінің шаруасын әділдікпен шеше алмай жүрген жерге жаңағындай жігіттер араласатын көрінеді. Жаңағының шаруасын шешіп беретін көрінеді. Мүмкін жұдырықтар жұмсайтын болар, қорқытатын болар. Бірақ енді бас жарылып атқан жоқ. Қылмыс жаңағы біздің заңнан тысқары кетіп жатпаса, елдің ішінде бас жарылса бөрік ішінде дейді ғой. Шаруасын шешіп бер, неге сен оның тиесілі қаражатын қайтармайсың? Міне осындай шаруашылыққа араласқан жігіттерді де кейде рекеттейтін көрінеді. Мен енді ойлаймын, бұны енді әркім өзі ойлап шешу керек. Оларды бұзақы деп айту керек пе, жоқ әлде арашашы деп айту керек пе? Нұрлан аға, гитарамен әдемі ән салушы едіңіз ғой. Бір ән орындап беріңізші бізге. Сіздің даусыңызды естімегенім, мына үйде магнитофон бұзылып қалды, Мынау телевизордан жиі естіп, өзіміздің құлағымыздың құрышы қанып қалады. Менде гитара бар, алып келейін ба? Ауылда свет өшпей ме ата? Жоқ, біздің ауылда ондай жоқ. Жоқ па? Өрге менде гитара бар, алып келейін ба? Сөйтші алып келші гитара. Жарайды, мына... Жалғасқа сіздер келіп десем сенбейді ғой. Мына Айгүл қарындасымның мына көк шайнигіне қарап отырмын да. Жалпы мына өзі көк деген дүние, мына өзіңізге келіп, көңіліміз көк болып жадырап отырмыз. Сіздің әңгімеңізді тыңдап, шай ішіп, қайдан бағанадан бері қызыл шай ішіп отыр едік, шайымыз да көгеріп қалды ма бір тұрып. Құдай-ау, шайың жөнді кезіне Жоқ, сондықтан осы мынау не болса да өзі көк өмірдің де, көңілдің де ең бір биігі ғой енді өзі.
аңсайтынымыз да осы көкті аңсаймыз, көктемді аңсаймыз. Бір көк көйлек деген ән бар еді, соны орындап берейінші. Бәрекелді. Егер қарсы болмасаңыз. Жоқ немелеге қарсы боламын. Өзіңе соны айтуға ұялып отырады. Келінім жақсы айтты. Құрмаш, жалғасқа келді десем сенбейді ғой, иә? Нұрлан аға келді десем, иә? Келгеннен іш пісетті әбден. Көктем келіп, көк гүлдерін сағынаса, көк таулармен көтерілсе таласа, көлбей ұшқан көк бұлттарға қарасам, көк көйлекті қыз есімде болсыншы. Көлбей ұшқан көк бұлттарға қарасам, көк көйлекті қыз есімде болсыншы. Кешір қалқам сырымды да жоқ ашқан, жолда бөлек болған еді о баста. Мөп-мөлдір боп көз тартқанда көк аспан, көк көйлекті қыз есімде болсыншы. Мөп-мөлдір боп көз тартқанда көк аспан, көк көйлекті қыз есімде болсыншы. Қайда сол қыз көрінбейді шуақты, сөзіне де өзіне де тұрақты. Жеткізбеген көкжиегім сияқты, көк көйлекті қыз есімде болсыншы. Жеткізбеген көкжиегім сияқты, көк көйлекті қыз есімде болсыншы. Ой, бәрекелді. Үлкенің өссін сұрағым. Құрмаш, гитараң әдем екен. Бала Атам әлгі жиен іш ғой. пенсиясын алып берген. Ой, бәрекелді. Қыздың баласы. Осы әйтеуір, осы қитарамен бірдеңе қып жүреді. Сен де айтуға айтады. Мен де үйреніп жатырмын, құдай қаласа, сіз ұқсап кетіп айтамын. Мен мынау Жалғас деген күйеуім ше, Жалғас. Сол енді баламыз Мағжан ғой. Иә. Сол өз әлі келген жоқ, КамАЗ айдап кеткен. Сол айтады, Мағжанды боксқа берейік деп. Беріңдер. Оған мынау телевизордан өткенде көрсетіп жатыр ғой. Мұхаммед Али, боксшы. Сол кісі әбден дірілдеп қалтырап, басы жаңағы ауырып дей ма, зардап шегіп қалыпты ғой. Сол мен бергім келмейді, қорқам Мағжан берейін десем. Жалғас болмайды берейік деп. Соны берген дұрыс па, бермеген дұрыс па? Жоқ, бергендерің дұрыс қой, әртүрлі ғой. Бокста кейбіреу ол тренеріне байқалынысты. Жаңағы жаттығушысына байланысты. Кішкентай кезде балдарды көп төбелестірмеу керек, үйрету керек. Жаңағы техникасын үйрету керек. А кейін үлкейгеннен кейін соны аздап қосу керек. Мен жүрмін ғой, менде ешқандай басым да ауырмайды, қолым да ауырмайды. Ата жаңағы сіздің сұрағыңыздан шығады. Осы жұрттардың бір айтып жүрген бір әңгімесі бар. Иә. Бір 100
боксшы баланы жинап алыпты дейді. Боксерлар. Сосын сұрақ қойыпты. Осы талай жыл болды сендердің бокстасып жүргендеріңе. Осы әлгі бір әрбір соққан соққы басқа зақым келтіреді деген әңгіме бар, сіз айтып отырған. Кейінгі жас келе-келе өзі қалтырауық болып қалады екен. Оған дәлел әлгі өзіміздің мұсылманнан шыққан Мұхаммед Али. Сол рас па деп отырған 100 боксшы балаға сұрақ қойыпты дейді. Сөйтсе, сол 100-дің ішінен 15 бала тұрып, иә, ол рас. Басқа зақым келетінді рас. Кейін денсаулыққа өте зиян деген әңгімені біз растаймыз деп сөйтіп мойындапты. Ал қалған 85-і сұрақтың не туралы екенін түсінбепті деп айтады дейді. Енді әпсіраға көңіліне келмес, ағамыз енді дұрыстап айтып берер, оны неге қалай екенін. Жалпы, мына Мағжан балаңыз ертең талабына нұр жауып, елдің атын шығаратын үлкен азамат болып жатса, мейлі боксшы болар, мейлі басқасы болар. Дұрыс. Жалғасы сенде қолақпандай болады да мына. Айтқаным келсін, мына көптің арасында жүрген жігітсіңдер ғой, мына ауыздарың дуалы болып, мейлі сол әйтеуір періштамын деп адам болсын. Осы ертеде ауылға келген кезде осы бір рахаттанып, арқаны кеңге салып, жарғап қайтатын келіп еді. Сұрақтың астын алдыңыз ғой, тіпті бұл саяси кеш болып кетті ғой. Соған қарағанда осы қателесіп қалмай тұрғанымызда келесі жылға дейін бір осы қайыр қош айтамыз ау деймін. Енді асығыс болсаңдар жолдарымнан қалдырмайым айнады. Рахмет. Рахмет, мінеки осы келіп осы дастарханға кім дәм татпай жатыр. Өздеріңдей мінеки елдің азаматтарын біз өзіміз мінеки жасымыз үлкен болса да әлгі айтады қазақ. Мына әлгі кішіліктен барып туады дейді. Алдымен кішіге қадырың болсын, содан сонда сенің кішілігің дейді. Баракелді. Айтқаныңыз келсін. Рахмет айналайын. Рахмет ата. Мына шай тұзыңызға, дәміңізге, көңіліңізге, ықылас пейіліңізге. Ал, бата беріп жіберіңіз, аумин. Құдай оңласын, әруақ қолдасын, жолдарың ақ болып, бастарыңа бақ қонсын. Айтқаныңыз рахмет. Ой Алла, ой бой. Ойбай ай, мынау аяқтан да тұра алмаймын. Мына әлгі көрген жүрді ауыл бар деп енді мінеки. Осы ауылдың тұсынан өтсеңдер ақылбай ақсақал бар еттеп келіп тұрыңдар айналайын. Жақсы ата. Сау болсын, аман болыңыз. Жолдарың болсын. Аймақжан жақсы. Мына деғізсе, мына бала немеремді жіберем. Болды ауып келді. Жақсы ата. Ендігі олимпиадаға чемпион қыламыз оны. Әдім, періштәдім. Жолдарың болсын әкем, ой айналайын. Құрметті көрермен, ұят болмасын десеңіздер, ұялыңыздар. Әйтпесе ұят болады. Мына жердің барлығын не істеп тастаған, Құдайым-ай. Саламатсыздар ма? Саламатпыз. Мен аудандық акиматтан келіп едім. Адам басына тексеру жүргізіп жатырмыз. Иә, тексере беріңіз, тексеріңіз. Үйде қанша адам тіркелген? Қаншасы қалай? Атам, апам, мен, Жалғас, Меруерт, Мағжан, Қораз бар, Тауық бар. Мына кісі Жалғас па? Жоқ, Жалғас мен жолдасым, ол сапарда. Онда бұл кісі кім болды? Ата болды ғой. Оу, шырағым, мен неміне соншалықты кәрі көрінем бе? Атаң қалай? Мен ата дейді. Онда бұл кісі кім? Бұл Құрмаш. Біздің атамның үлкен қызының ең кіші баласы. Осы үйде тұрса неғып тіркелмеген? Тіркелудің қажеті не екен? Заң солай. Сырттан келген адам 2 күннен артық тұрса, аудандық әкімшілікке құжат өткізу керек. Егер мен осы ауылға жиен болсамшы? Жиен шары болсаңыз да, қай жақта туылдыңыз? Таразда туылдым. Бойыңыз қанша? 1,76 метр. Салмағыңыз қанша? Салмағым 70 кило. Қанша шашыңыз бар? Санаған жоқпын. Әйеліңіз бар ма? Әйелім жоқ. Машинам жоқ. Темекі тартпаймын, адамгершілігім мүлде жоқ. Махаббатқа қалай қарайсыз? Өте теріс қараймын. Өкінішті. Мен болсам, махаббатқа оң қарайтын, адамгершілігі мол, арықша келген жігіт іздеп жүредім. Әлі де таппадым. Кейде бұлтай төнеремін, қуанбаймын, күлмеймін. Кейде күндей құшағы жаям, бір ашылған гүлдеймін. Нені іздеймін, нені аңсап, нені күтемін.
жаһаннан сезімімді жасырып, бейуақытта сені күтем асығып. Асылмай, асылмай, сені күткен екенмін. Теңіздейін жүрегімді, сезім оймен тербеймін. Бір бейне тұр көз алдымда, мен басқасын көрмеймін. Махаббат ба, ғашықпын ба, мені әйтеуір білмеймін. Махаббат ба, ғашықпын ба, мені әйтеуір білмеймін. Дүниеде нені күттім, кімді күттім білмедім. Бұл өмірдің бәрі жұмбақ, құпия боп жүргенім. Жер жаһаннан сезімімді жасырып, бейуақытта сені күтем асығып. Асылмай, асылмай, сені күткен екенмін. Асылмай, асылмай, сені күткен екенмін. Бәрін жазып болдыңыз ба? Жоқ әлі, тауықтарды жазбадым. Ай, Гүлнұр, сен не істеп жүрсің бұл жерде? Мен саған жоғалу үшін тексер деп едім ғой. Мен енді Дереу зыт, бұл жерде мен өзім тексеремін. Бар, жарайды, барайын. Гүлнұр, тамақ ішіп кетпедің ба? Жарайды, барам, кетіп барам. тексерушілер пара алмайды, ет жемейді, тамақ ішпейді. Ойбай. Неғам мынау айғай, салам жоқ, аман жоқ. Неғам мынау жаңа? Ассалаумағалейкум ата. Уағалейкум Қызмет солай ғой, қызметіміз Ой, солай. сендердің Біз қызметтері бір қолымызда босамай тұрмыз, бірақ қолмен амандасып жатырмыз. Қолдарыңа билік тисе әйтеуір айғайлап шыға келесіңдер. Қойшы ата осы әңгіме айтқан. Не тамақ істейді? Не қылды айтамын? Анық адам басын бәрі Жаңа ғана тамақ ішпейді, бұғалтырлар пара алмайды деп өзінше болып жатыр екен ғой, енді неге тамақ істейді? Жай көз қылғаным ғой, Айгүл. Қандай тамақ істеп жатсың? Білмеймін өзім әлі не істейтінімді ойлаған жоқ. Онда бірге істейік. Мен бар ғой, алмадан жасалған сорпаны қатты ұнатамын. Алмадан сорпа істейсің ба? Алмадан істейтін сол қандай сорпа құлағым естісе керек болсын. Кел бірге істейік. Мен оны өзім ойлап таптым. Ол бар ғой. Алмаң бар ма? Бар, бар. Бере ғой кішкене алмаңнан. Қасым отыра берейін ба? Кел. Мына алманы аласың. Жаймен асықпай отырып аршисың. Мұнда аршым, мынаған саламыз. Сонымен Аршимыз былай, елдің жағдайы туралы терең ойға кетесің. Айда айтты. Алманы арши бересің. Арши бере ме? Аршып отырып көз алдыңа мұнайдың әлемдік бағасы, еліміздің астығы келу керек. Сонда тамақ өте дәмді болады. Басқа нәрсе ойлауға болмай ма? Болмайды. Сорпа дәмсіз шығады. Тек соны ойлау керек. Бірдеңе дұрыс нәрсе айтып отыр екен десем, ботқаңды өзің жасай бер. Мен басқа тірлігімді жасаймын. Аса қадірлі көрермен, осымен ұят болса да, болмаса да, ұят болмасын бағдарламасы аяқталды. Хош, сау болыңыздар. Сейфуллин, мен саған бірдеңе айтайын ба? Айта ғой. Отыр. Сенің осы атың Сейфуллин ба, фамилияң Сейфуллин ба? Айгүл, осы жұрттың бәрі шатасады да жүреді. Мына күйіп қалмасын. Менің атым Сейфуллин.
Жолбарыстың немересімін. Әбдіқайдың баласымын. Әкең Бірақ аты достарым бәрі мені Сәкен дейді. содан. Ата келіңіз. Сәкен отыр. Сейфуллин емес Сәкен болсаң, Сәкен чайға кел. Әтіріңден бастыққа чай көрмедің, ойбай. Міне бағана бері сіз жоқта. Айыппұл төлейсің, атаңның пенсиясынан төлей ақшаны деп. Ой, осылардың ағай